Сәлем достар, бүгін бізде мини-тутор субтитрі. Қазір көресіздер, процессе бәрі көрінеді. Ол үшін бірінші текстімізді жазып аламыз. Мысалы мен hello world. Якорный точканы ортасынан келтіріп аламыз. Осылай. Сәл кішкене қалды. Якорный точкасын сөзді ортаға келтіріп аламыз. Одан кейін бізге керек эффект Gaussian blur. Ол бізде эффекті да. Ол үшін бірінші blur. Бәрін жазу міндет емес. Соған ұқсас сөз болса, тетікті Gaussian blur болсаны әкелеміз. Effect Controls'та біздің алдымызда тұрады. Так, осының соңынан осынша мысалы қалдырамыз. Қойылған жерден blur'іміз 0 и соңына 80 қоямыз. Opacity, енді осы жерден opacity аламыз да. Opacity осыны дәл келтіреміз. И 0 кетеміз. Значит, opacity 0 аламыз мына жерде. Тогда бізде осылай болады. Көргендей, әдемі түрленді. Scale 140. Так, scale 100. Әзге 140 дейміз. Қайтып кетті. Осылай. Бастан аяғын осы видеоны біз үстіне альт басып көшірмесін жасаймыз. Сонда бізде осындай сөз шығады. Сөзімізді былай өзгертеміз. Осылай сөз жазуымызда бізде осыны жазу болады. Hello world, I'm coming. Осылай кетсеңіз болады. Айтылыңыздар, көріңіздер. Қазақша контентті көбейтейік.